Саламатсыздар ма балалар? Әдебиеттік оқу пәні 33 сабақ. Менің оқу құралдарым. Бүгінгі сабақта өлеңді мәнерлеп оқисың, кейіпкерді сипаттайсың, іс-әрекетіне пікір білдіресіңдер. Суретке зер сал. Суретте біз не көріп тұрық? Кітапхананы көріп тұрық. Кітапханаға келген оқушыларды, кітап оқуға алып жатқан оқушыларды көріп тұрмыз, иә? Жалпы суреттен кітапхананы көріп тұрмыз. Екінші, мектебінде осындай орын бар ма? Мектебінде кітапхана бар, иә? Барлық мектепте кітапхана болады. Үшінші, сен ол жерде не үшін барасың? Кітапханаға кітап оқу үшін барамын. Қандай кітап оқығанды жақсы көресің? Мен әдеби шығармаларды оқығанды жақсы көремін. Суретті қалай атар едің? Суретті мектеп кітапханасы деп атар едім. Жыртық кітап жылады. Бар беті сатпақ, сірескен шимай шатпақ. Жылма жыртық кітап өзіне қарап жадап-жұтап. Ашу қысып ызаланып, иесіне бұрылып назаланып. Ей, оқушы балам, деді, қарашы өзің маған, деді. Жап-жаңа сүйкімді кітап едім, білім бұлағы саған, деді. 1-90-ға жетпей, азырақ сыйлап құрмет етпей, белшеден кірге батырдың, қолғалғысыз болып жатырмын, мұхабаңды мылжа-мылжа қып жырттың, беттеріме білеудей қолыңды сүрттің, қаламыңмен тесіп, түртіп, шұрық тесігімді шығардың. Бұл қорлыққа қалай шыдармын, саған қызмет етуден басқа ниетім жоқ, бірақ жұртқа қарар бетім жоқ. Ойланшы өзің балам, дедім. Не жазығым бар саған деп, ызалы жыртық кітап жылады. Өтебай Тұрманжан. Енді балалар, мына қоржын тұрған жердегі сөздерге мән береміз. Сірескен деген бұл өлеңде толып тұрған деген мағынаны білдіріп тұр. Жадап-жұтап, азып тозу деген мағынаны білдіріп тұр. Назаланып, мұңын шақты, белшеден бұл жерде әбден деген мағынада айтылып тұр екен. Үшінші тапсырма, ойланып талқылайық. Мысал, шағын көлемді өлең немесе әңгіме түрінде болады. Мысалда жануарлар, өсімдіктер, заттар адам тілінде сөйлейді. Мысалда қорытынды ой айтылады. Енді мысалдың түрі. Шағын көлемдегі өлең. Мысалдың бас кейіпкері кітап. Қорытынды кітап беттерін жыртпай, ластамай, таза ұстауға тырысу. Балалар, өлеңнен кітаптың сөзін тауып мәнерлеп оқы. Ал енді өлеңнен балалар кітаптың сөзін тауып көрейікші, қай жерден басталады? Дұрыс, қаратып айтылып тұр, иә? Ей, оқушы балам, деді, қарашы өзің маған, деді. Жап-жаңа сүйкімді кітап едім, білім бұлағы саған, деді. 1-90-ға жетпей, азырақ сыйлап құрмет етпей, белшеден кірге батырдың, қолғалғысыз болып жатырмын, мұхабамды мылжа-мылжа қып жырттың, беттеріне білеудей қолыңды сүрттің, қаламыңмен тесіп түртіп шұрық тесігімді шығардың, бұл қорлыққа қалай шыдармын, саған қызмет етуден басқа ниетім жоқ, бірақ жұртқа қарар бетім жоқ. Ойланшы өзің балам, не жазығым бар саған деп. 5-ші тапсырмаға қараймыз. Мысалға сүйеніп, суреттегі кейіпкерлерді сипаттаймыз. Балалар, суретте жыртық кітап бейнеленген. Ол алғашында жаңа, беттері бүтін, таза кейпінде болды. Оқушы алған соң лас, беттері жоқ, жыртық кітапқа айналды. Жыртық кітап неге жылады? Баланың іс-әрекетіне өз пікіріңді білдір. Жыртық кітап алғашында жап-жаңа сүйкімді кітап болғанын айтты. Одан кейін бала белшеден кірге батырып, қаламымен тесіп, шұрық тесігін шығарған. Кітап осы үшін жылады. Баланың іс-әрекеті дұрыс емес. Мен оған кітап дәптерлерін таза ұстауға кеңес беремін. Ал балалар, мұқият қараймыз. Соңғы тапсырма. Өз оқу құралдарını қалай күтіп ұстайсың? Әңгімелеп айт. Мен оқу құралдарымды барынша таза ұстауға тырысамын. Кітаптарымды қаптап, беттерін шимайламай, сөмкеме ретімен салып, ұқыпты қолданамын. Ал балалар, жалпы оқу құралдарымызды таза ұстауымыз керек екенін түсіндік, иә? Алдағы сабақтарымыз жіберілмес үшін арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.